Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен керемет тауық етінен пирог пісіретін боламыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, ерітілген сары майымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Тағы да кішкене араластырып аламыз. Енді үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Жұмсақ қылып осындай қамыр илейміз. Енді 10-15 минутқа тоңазытқышқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз 15 минут тоңазытқышта тұрғанша, сол аралықта арасына салатын салмамызды турап аламыз. Барлығын майдалап, көбік қылып тураймыз. Тауық етінде майдалап турап шығамыз. Салмасын барлығын турап алдық. Енді 1 шай қасық тұз және де қара бұрыш саламыз сатымына қарай. Салмасын дайындап алдық. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, қамырымызды жаямыз. Алдымен 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін үлкендеу қылып аламыз, екіншісін кішірек қыламыз. Осы 2 бөлікке бөліп алдық. Алдымен үлкен бөлігін жайып аламыз. Қамырларымызды жайып алдық. Енді табамызға бірінші астыңғы қамырын орналастырып аламыз. Астын кішкене майлап алдым. Себебі асты жабысып қалмау үшін. Осылай орналастырып аламыз. Салмасын саламыз. Астыңғы қамыр мен үстіңгі қамырды жапсырып шығамыз. Шет-шетін өріп, әдемелеп жасасаңыздар да болады. Мен осылай жапсырып шыға салдым. Қамырымыздың асты үстіңгісін осылай жапсырып шықтық жақсылап. Енді жұмыртқаның сарысын жағамыз бетіне. Ортасын кішкене осылай домалақ тесіп аламыз. Себебі піскен кезде қатты көтеріліп кетпейді, арасына ой кіріп тұрады. Енді жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. тұрған пеште 180 градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пирог
пирогымыз дайын болып шықты. Өте әдемі болып шыққан. Алдын ала кесіп қойдым. Арасын сіздерге көрсетейін, қалай болып шыққанын. Мінекей, арасы сочный болып, керемет болып шыққан. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал енді пирогымызды дастарханымызға ұсынамыз. Мінекей, арасы әдемі болып шыққан. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, видеом ұнап жатса лайк, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады. Ол рецепттер өте қарапайым ингредиенттерден тұрады.